YouTube және Instagram парақшаларына тіркеле кетіңіз. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құран мұғжизалары. Қосылмайтын екі теңіз. 1962 жылы Аден шығанағы мен Қызыл теңіз сулары шектесетін Баб-эль-Мандеб бұғасында Қызыл теңіз бен Үнді мұхитының сулары бір-біріне араласпайтын анықталды. Артынша Жерорта теңізінің суы зерттелді. Сол зерттеу Атлант мұхитында да жасалынды. Мыңдаған жылдар бойы бұл екі су массасы Гибралтар бұғазында шектеседі және ұзақ уақыт бойы осы екі су массасы бір-бірімен әлде қашан араласуы тиіс болатын. Олардың тұздылығы мен тығыздығы бірдей болуы тиіс еді, немесе кем дегенде ұқсас болуы тиіс. Бірақ су массаларының тоғысатын жерлерінде тіпті олардың әрі қайсысы өздерінің қасиеттерін сақтайды. Басқаша айтқанда, екі су массасының тоғысатын жерінде көзге көрінбейтін су пердесі олардың араласуына мүмкіндік бермейді. Океанологтармен 20 ғасырдың соңғы ширегінде жүргізілген зерттеулер 1400 жыл бұрын Құранда сипатталған теңіздердің таңғажайып қасиеттерін анықтауға мүмкіндік берді. Ар-Рахман сүресі 19-21 аят. Ол Алла бір-бірімен шектесетін екі теңізді қосты. Олардың арасында бір-біріне өте алмайтын бөгет бар. Ендеше Раббыларының қай нығметтерін жасанға айналдырасыңдар. Бір-бірімен араласуға ұмтылған, бірақ ешқашан қосыла алмайтын осы екі таңғажайып теңіздердің қасиеті океанологтармен жақында ғана анықталды. Беттік керілу деп аталатын физикалық күштің арқасында көршілес теңіздердің сулары араласа алмайтын жағдайда болады. Осы беттік керілудің шамасынан теңіз суының тығыздығы әртүрлі дәрежеде шартталады. Бұл фактор сулардың араласуына кедергі жасайтын қабырға сияқты. Су айдынының беттік керілуі немесе теңіз суының физикалық қасиеттеріне қатысты қандай да бір ғылыми дәлелдер болмаған заманда теңіз бен мұхит сулары қасиеттерінің сипатталуы Құран аяттарында келген ақпараттардың кереметтілігінің дәлелі болады. Әл-Фурқан сүресі 53 аят. Ол сондай Алла екі теңізді қосты. Мынау тәтті, тұщы, ал анау тұзды, ащы. Ол Алла олардың арасында бөгет пен еңсерілмейтін кедергі орнатты. Атлант мұхиты мен Жерорта теңізінде ірі толқындар, судың көтерілуі мен қайтуы, күшті ағымдар бар. Гибралтар бұғазында Жерорта теңізі мен Атлант мұхитының сулары шектеседі. Алайда бұл шектесу жоғарыда айтылған су қоймаларына тән, не температурасын, не тұздылық деңгейін, не тығыздығын өзгерте алмайды. Өйткені екі теңіздің арасында көрінбейтін және еңсерілмейтін шекара бар.